Сәлем достар, сіздермен бірге Мадина. Біз бүгін шипашкадағы өте дәмді самса дайындаймыз. Ол үшін менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдымен бізге қажет заттар. Алдымен ыдысымызға ұнымызды електен өткізіп саламыз. Қопсытқыш, тұз және бөлме температурасындағы сары май саламыз. Жақсылап қолымызбен осылай үгітеміз сары майымызды. Бізде осындай масса пайда болды. Үстіне жұмыртқа, қаймақ саламыз. Жақсылап қамыр қылып илейміз. Мінекей бізде жұп-жұмсақ өте әдемі қамыр пайда болды. Пакетке салып, жарты сағатқа холодильникке қойып қоямыз. Салмасын дайындаймыз. Алдын ала тартылған сиыр еті. Оның үстіне пиязымызды саламыз. Майдалап туралған. Күштен өткізген картоп. Тұз бен қара бұрыш салдым мен. Сіз өз қалауыңызға қарай әртүрлі дәмдеуіштер салсаңыздар болады. Жақсылап араластырамыз. Біздің салмамыз дайын. Тоңазытқыштан қамырымызды алып, екіге бөлеміз. Видеодағыдай жасаймыз. Осылай бөліктерге бөлеміз. Домалақ майда шариктер жасап аламыз да, шетінен жая бастаймыз. Менде осы қамырдан 12 дана шықты. Бәрін бірдей жайып алған дұрыс. Мен бәрін бірге жайып алдым. Шетінен түйе бастаймыз. Салмасын осылай жасап, бізге осындай шипашка қажет болады. Таяқша. Осы таяқшаға шаншып, осылай жасаймыз видеодағыдай. Бірінші самсамыз дайын. Өте әдемі болып шықты. Екіншісін көрсетемін қазір. Видеодағыдай жасаймыз. Ұзынша етіп. Енді түйеміз. Өте оңай, әрі тез түйіледі. Екіншісі де дайын. Листтің үстіне пергамент қағазын төсеп, үстіне орналастырамыз. Үшіншісін жасап көрсетемін. Сіздерге анық көріну үшін осылай жақыннан жасадым.
мінекей үшіншісінде түйіп дайын, үшіншісі де. Мінекей бір жұмыртқаны алып, бетіне жағып шығамын. Үстіне ақ күнжіт пен қара күнжітті араластырып, осылай сеуіп шықтым. Сіздер қалауларыңызға қарай ақ күнжіт, қара күнжіт, мак сепсеңіздер болады, ештеңе сеппей ақ қойсаңыздар да болады. Ол енді сіздердің қалауларыңызға қарай. Қызып тұрған 180 градус пеште 40-45 минут пісіреміз. Мінекей біздің самсаларымыз дайын. Қараңыздар, қандай керемет, қып-қызыл, өте әдемі болып пісіп шықты. Қазір кесіп көрсетемін. Мінекей іші толық пісті. Өте дәмді болып шықты. Сіздер де үй жағдайында осылай дайындап көріңіздер. Жақындарыңызға, балаларыңызға дайындап беріңіздер. Дастарханда ерекше әдемі болып көз тартып тұрады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыздар.